Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахих хадисте не деді? Адам баласы дүниеге келместен бұрын деді, 3 қараңғылықтан өтеді деді. Әрбіреуміз біз одан өттік. Ең басында адам баласы 40 күн не болады деді? Су болады деді. Ананың ішінде жатқан кезде 40 күн о не болады деді? Су болады деді. Сосын келесі 40 күн о неге айналады деді? Су неге айналады деді? Қанға айналады деді. Міне. Ананың ішінде жатқан кезде су болады, судан не пайда болады? Қан пайда болады. Ал енді үшінші қараңғылық. 120 күн болған кезде сол қан неге айналады деді? Бір бөлек етке айналады деді. Саллаллаху алейхи вассалам. Сонда біздер міне ананың құрсағында жатқан кезде 120 күнге толған кезде Алла тағала не қылады бізге? Періште жібереді. Періште жібереді. Ең бірінші періште бізге не үрлейді? Жан үрлейді. Бізге жан кіреді. Жан кірді ме, әрбір нәрседе не пайда болады? Бұл айтқанда өсу бастады. Егер адамның рухы болмаса, рух деген жан, жаны болмаса, ол не болмайды? Өспейді, дамымайды, Құдай сақтасын. Сондықтан Алла Тағала бізге жан берді ме, біздер не қыламыз? Енді машалла адам келбетінде пайда ету басталады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте не дейді? 120 күнге толған кезде дейді, Алла Тағала адамға жан үрледі ме дейді. Енді 4 нәрсені маңдайына жазады дейді. Ең бірінші жазатын нәрсесі не болады дейді? Оның рызқы болады дейді. Рызқ деген немене? Рызқ деген күнделікте табатын ақшаң. Сенің әрекет еткен еңбегің. Алла Тағала не қылады? Маңдайыңа жазады рызықты. Мысалы, бүгін саған Алла Тағала айтты, 20 000 теңге саған келет деді ме? Иншалла, Құдай қаласа келет. Бірақ ол немен келет? Әрине еңбекпен келет, иншалла. Ең бірінші маңдайымызға не жазылады? Рызық жазылады. Екінші не жазылады? Адамның жұмыстары жазылады дейді. Адамның жұмыстары маңдайына жазылады дейді. Үшінші не жазылады дейді? Оның бақытты немесе бақытсыз болатын жазылады. Ол бақытты, бақытсыз деген сөзді не? Бұл айтқанда, орыс тілінде айтқанда, слово растяжимый. Біреу бақытты деп айтсаң, сен бақыттысың ба десең, айтады дейді. Біреудер мысалы айтады, я мен бақыттымын. Біреудерге бақыт деген ол үй. Біреудерге бақыт деген машина. Біреудерге бақыт деген немене? Ақша. Бірақ ислам дінінде бақыт деген не нәрсе? Ол ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Бақыт деген осы. Егер сен осымен өмір сүрсең, ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Осымен сен дүниеден өтетін болсаң, ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Міне сен бақытты кісің. Одан жоғары бақыт жоқ. Дүниедегі болатқан бейнет, зейнет, иншалла бұл барлық уақытса. Сондықтан Алла Тағала маңдайымызға үшінші нені жазады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Біздің бақытты немесе бақытсыз болатын жазады дейді. Төртінші не дейді? Саллаллаху алейхи вассалам, адам қай уақытта, қай мезгілде, қай жерде дүниеден өтерін не қылады дейді Алла Тағала? Жазып бекітіп қояды дейді. Міне. Сондықтан құрметті жамағат, ең бірінші бекітілетін нәрсе біздің рызқымыз. Рызқ деген немене? Міне ол біздің еңбегіміз, ақшамыз, малымыз. Біреуге Алла Тағала көбірек береді. Біреуге Алла Тағала не қылады? Аздау береді. Сондықтан олардың екеуінің арасын қосу үшін Алла Тағала не қылды? Бай мен кедейдің арасын қосты. Немен қосты? Әрине, зекет бар, садақа бар, машалла бисмилла біз айтатын. Бірақ ең бірінші қосқан нәрсе жомарттықпен қосты. Сен жомарт адамсың ба? Карим адамсың ба? Машалла, ондай болса көмектес. Қиналып жатқан бауырыңа, қарындасыңа, замандасыңа, туысқаныңа не қыл сен? Жомарттық көрсет. Көмектес. Егер сен көмектесетін болсаң, сен одан кедей болып кетпейсің. Сен бейшара болып қалмайсың. Неге? Өйткені біздер өткен уағызда не дедік? Пайғамбарымыздың бір уағызын өттік. 5 намаздардан бұрын сонда айттық. Пайғамбарымыз айтты. Ешқашан еш уақытта садақадан мал мүлік не қылмайды деді? Азаймайды деді. Егер сен біреуге садақа беретін болсаң, одан малың азайып кетпейді. Керісінше, не қылады? Сенің малың өседі, көбейеді. Неге? Өйткені зекет деген сөзінің мағынасы нені білдіртеді? Көбею дейді. Артық болу. Яғни зияда деген сөзді білдіртеді. Нең артық болады?
ең бірінші иманың артық болады. Ең бірінші иманың артық болады.